Назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Мемлекет басшысы Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапармен барды. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шейх Мұхаммед Заид Аль Нахаян бір-біріне ілтипат білдіргеннен кейін құрметті қарауыл ротасын аралап өтті. Екі елдің ресми делегация мүшелері таныстырылғаннан кейін мемлекет басшысы құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Рәсім соңында Қазақстан президенті мен Абу-Дабидің тақ мұрагері келіссөз жүргізді. Тараптар екі жақты қарым-қатынастарды жандандыруға, экономикалық серіктестікті кеңейтуге баса назар аударды. Кездесу барысында мұнай-химия, ауыл шаруашылығы, көлік-логистика, қаржы және инвестиция салаларындағы өзара іс-қимылдар мен ынтымақтастық мәселелері қарастырылды. Кездесу соңында тараптар қол қойылған құжаттармен алмасты. Түркияның шығысында болған жер сілкінісінен қаза болғандар саны 39-ға жетті. Бұл туралы Анадолу агенттігі хабарлады. Бұған дейін 31 адам қаза тауып, 1607 тұрғынның зардап шеккені айтылған еді. Айтпай келген апаттан соң 100-ден астам адам ауруханаға түскен. Зілзала салдарынан 76 ғимарат қирап, 643 нысанға айтарлықтай нұқсан келген. 425 нысан жеңіл және орташа деңгейде зақымданды. Жер сілкінісінен кейін 599 авторшок тіркелді. Бағдаттағы ақш елшілігіне оқ атылды. Катюшадан шығарылған снарядтардың бірі америкалық елшілік кешенінің мейрамханасына түсті. Бағдаттағы жасыл аймақта 5 зымыран соққысының үшеуі ақш елшілігіне келді деп хабарлады Al-Somali News. Басылымның мәліметтері бойынша Катюшадан шығарылған 5 зымыран үкіметтік ғимараттар мен шетелдік елшіліктер орналасқан Ирак астанасының жасыл аймағында құлап кетті. Америкалық елшілік қызметкерлерін тікұшақпен эвакуациялайды. Атыс салдарынан зардап шеккендер бар, олардың ұлты әзірге анықталмаған. Ингушетия үкіметі екінші рет отставкаға кетті. Ингушетия басшысы Махмуд Али Калиматов дүйсенбіде соңғы 5 айда екінші рет өңірлік үкіметті отставкаға жіберді. Бұл туралы РИА Новости хабарлады. 2019 жылы қыркүйекте Калиматов Ингушетия басшысы болып сайланғаннан кейін үкіметті тарату туралы жарлыққа қол қойды. 12 қазанда парламент республиканың премьер-министрі қызметіне Константин Суриковты тағайындауды мақұлдады. Осыдан кейін өңір басшысы үкіметте біршама ауыс-түйіс жасады. Алайда министрлер кабинетін жасақтау шарасы толыққанда аяқталмаған еді. Шекарашылар алданбады. Ақтөбе-Орал бағытындағы нөмір 613 жолаушылар пойызын тексерген Ақтөбе шекара отрядына қарасты Жайсаң теміржол өткізу пунктінің шекара наряды 1974 жылы туған Қазақстан азаматының төлқұжатын ұсынған адамды ұстады. Себеп жолаушының түрі төлқұжаттағы фотосуретке ұқсағанымен 46-ға толмаған ер адам үшін тым егде көрінген еді. Қырағылық өз жемісін берді. Күдік дәлелденді. Әрі қарайға тексеру 45 жастағы Русланның төлқұжатымен сапарға шыққан оның туған ағасы 59 жастағы Үсен екендігін анықтап берді. Дәрігерлерді қолдауға шақырды. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек бастауыш партия ұйымдары өкілдерімен кездесуінде партияның алдағы уақыттағы жоспарларымен бөлісті. Оның айтуынша елбасының тапсырмасы бойынша Нұр Отан партиясы үкіметпен бірігіп жергілікті ерекшелік пен халықтың нақты қажеттіліктерін есепке ала отырып, аймақтық бағдарламаларды дайындау бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп жатқан көрінеді. Үкімет үйінде премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен зейнетақы жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша жұмыс тобының кезекті отырысы өтті. Отырысты қорытындылаған Бердібек Сапарбаев биылғы қаңтар айының соңына дейін міндеттерді, мерзімдері мен жауапты тұлғаларды көрсетумен жол картасының жобасын әзірлеуді тапсырды. Жалпы отырыстың күн тәртібі нақтыланды. Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматуллиннің төрағалығымен палатаның бюро отырысы өтіп, алдағы жалпы отырыстың күн тәртібі нақтыланды деп хабарлады мәжілістің баспасөз қызметі. Алдағы сәрсенбіде мәжіліс депутаттары бірқатар ратификациялық заң жобасын талқылайды деп күтілуде. Сондай-ақ осы күні Өзбекстанмен заңсыз көші-қонға қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісімді ратификациялау туралы заң жобасы қаралмақ. Қандастарды қабылдау квотасы 600-ден астам адамға қысқарды.
Үкімет қаулысымен қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасы 2020 жылы 1378 адам болып белгіленген. Бұл 2019 жылға қарағанда 653 адамға аз. Аталған қаулыны қабылдаудың мақсаты үкімет белгілеген өңірлерде қандастарды оңтайлы орналастыру болып табылады. 2020 жылы квота былайша бөлінді. Павлодар облысы бойынша 500 адам, Қостанай облысы бойынша 350, Ақмола облысы бойынша 258, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 150, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 120. Ауыл шаруашылығы министрлігі инспекторлары ресейлік 81 тонна банан өнімдерін өткізбеді. 2020 жылдың алғашқы аптасында Ақмола, Батыс Қазақстан және Павлодар облыстық аумақтық өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлар Ресей Федерациясынан ел аумағына қаупі жоғары өнімдерді заңсыз алып кірудің 8 жағдайын анықтаған. Көрші Ресей елінен фитосанитариялық сертификаттары болмаған 81 тонна банан, 37 тонна картоп, 20 тонна сәбіз өнімдері, сондай-ақ қаптамасында таңбасы болмаған 3 тонна бидай тұқымдары кіргізілмек болған. Елордада қар тазалауға 1548 жол жұмысшысы шықты. 26 қаңтардан 27-сіне қараған түні қала сыртына 8685 текше метр қар шығарылды. Өткен түні елорда көшелерін қардан тазарту жұмыстарына 1051 техника бірлігі жұмылдырылып, 132 жол жұмысшысы шыққан болатын. Нәтижесінде 723 рейс жасалып, 8685 текше метр қар полигондарға төгілді. Бүгін қар тазалау шығару жұмыстарына 1206 техника бірлігі мен 1548 жол жұмысшысы жұмылдырылды. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің кеңейтілген алқа отырысы өтті. Елордада өткен Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында өткен жылы атқарылған жұмыстар қорытындыланып, биылғы міндеттер белгіленді. Біз жетекшілік ететін барлық бағыттарды дамыту бойынша нақты жоспарымыз бен стратегиямыз бар. Маңызды шаралар жоспарлануда. Ақпарат саласына тоқталар болсақ, өздеріңіз білетіндей президент Қасым-Жомарт Тоқаев халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының концепциясын енгізу туралы тапсырма берген болатын. Осы мақсатқа жету үшін министрлік бірқатар жоспар құрды, деді Дәурен Абаев. Әйгілі баскетболшы Коби Брайант қаза тапты. Американың TMZ басылымы ұлттық баскетбол қауымдастығының аты аңызға айналған ойыншысы Коби Брайанттың авиапаттан қаза тапқанын хабарлады. Апатқа ұшыраған тікұшақ ішінде белгілі баскетболшымен бірге оның 13 жастағы қызы Джанна Мария және 3 жолаушы болған. Құтқарушылар мәлімдегендей, тікұшақ апатынан ешкім аман қалмаған. Осы және өзге де жаңалықтарды толығырақ Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі санынан немесе egemen.kz сайтынан оқи аласыздар.